Ассалаумағалейкум, құрметті футбол сүйер қауым. Техникалық ақауларға байланысты YouTube арнамызда тікелей эфир жасамай тұр. Алайда трансляцияға жауапты мамандар көрермендерді ойын қарау мүмкіндігінен айырмайық деп шешіп, Instagram желісінен тікелей эфир жүргізуде. Энерголига 2025 спартакиадасы футбол ойындары бүгінгі күннің ең алғашқы матчы. Алаңда Интергаз және GPC командалары сіздерге футбол қарауға кедергі жасайтын комментатор мен Нұрпейіс Сәрсенбаев. Ағайын, даусымыз естіліп тұрса белгі беріп қойсаңыздар. Даусымыз естіліп тұр ма? Ағайын, даусымыз естіліп тұр ма? Отлично дейді. Естіліп тұрған болу керек онда. Ендеше қай команданың жанкүйерлері бар екен? Жазып отырайық. Серік, Дархан, Нұрғанат мырзалар. Әзірше есеп 0-0. Интергаз, GPC. GPC өздерінің дәстүрлі көк түсті жейделерімен алаңға шықты. Ал Интергаз қызыл түсті жейдеде. Және керемет шабуыл. Елеу Нұрберген бірге бір шығып голға айналдыра алмады. Нұрберген бізде алаңда ойнап жатырған GPC мен Интергаз, бірақ сонда да энергосистема сила деп жазып атқан жанкүйерлерді көредеміз. Энергосистеманың жанкүйерлері көп шығар, соған қарағанда. Уағалейкум ассалам, Дархан. Энергосистема ойын бар. Дәл осы ойыннан кейін энергосистема Кегок матчы өте тартысты болады деп күтілуде ол ойында. Жақсы соққа Әділет Сабетовтың Ерік Қармысов қарсыласқа допты берген жоқ. Жұмағанбетова ханым жазып жатыр. Мартук ауданы бойынша энерго кім жауапты дейді. Бұл жерде енді ондай мәселелерді талқыламаймыз. Бұл спартакиада. Спартакиадаға қатысты сауалдарыңыз болса қоя беріңіздер. Басқа мәселелер болса колл-центрге звондай берсеңіздер болады. Айырады ғой энергосистема деп жазыпты Нұрғанат. Көреміз енді кім айыратын. Қай мықтысы жеңсін деген тілекте ғой. Бізге бастысы жойқын тартысты ойын болса болғаны. Әр қарай мықты команда жеңіске жету керек. Әзірше энергосистема 100% көрсеткішпен келе жатыр. 3 ойында 3 жеңісі бар, 9 ұпайы бар. Ешбір матчта әзірше ұпай жоғалтқан жоқ. Волейболдан жіберген есені қайтарамыз бұйырса энергосистема дейді. Кегок жеңіп кеткен болатын 2-0 есебімен волейболдан сол есені қайтаратын болар. Волейболдан бердік, футболдан аламыз дейді. Алаңда Интергаз командасы шабуылын бастап жатыр еді. Елеу Нұрбергеннің пасын командалас түсінбеді. Доп қайтадан GPC-ге өтті. Жалпы әзірге байқағанымыз матчтың алғашқы 5 минутынан кейін бұл ойында әзірге GPC сәл фавориттеу сияқты болып тұр. Бірақ мына тұста Интергаз қақпаның бағанына тигізді. Мақсутов Жасұлан 8-ші нөмірдегі.
Ерік Қармысов. Әдетте Асқар Абилов соңғы ойыншының рөлін атқаратын еді GPC-де. Асқар Абилов демалысқа шығып кеткен екен. Жаслан және керемет 1-1 Бекнұр Қойшыбаев есепті ашты. Әне дегенше GPC командасы матчтың есебін ашып кетті. Біздің болжамдап, сараптап отырғанымызда дәл келді. Осы матчта GPC сәл фавориттеу сияқты деп едік. GPC командасы есеп ашты. Және мына жерде Дастан Мырзин есепті еселеп кетудің аз-ақ алдында қалды. Энергосистема индивидуальный тотал 2,5 больше деп жатыр мына жақта. Энергосистема жалпы көп гол салғыш команда. Командасының құрамында мықты ойыншылармен жасақталған. Қанша больше болатын көреміз. Доп тартып алды, Елеунұр берген. Абылайханға пас. Асқар Абилов, Дастан Мырзин екеуі пас алмасуда. Өз алаңында көп жүруге болмайды. Керемет екі аяғын ортасына өткізбеді. Елеунұр берген. Ары қарай шабуыл өрбімеді. Нұрберген ұзақ. Керемет шабуыл. 5-ші нөмірдегі Ален Аманбек. Бәрі электриктер ғой дейді. Алейкум ассалам Дүйсенов. Пас беруде сәл қателіктер орын алып жатыр. Суханов, Төремұрат, GPC ұтып жатыр ма дейді. GPC ұтып жатыр, есеп 1-0. Төремұрат. Төремұраттың ойнайтын жері еді осы жарыстар. GPC-дің шабуылы, алайда қақпашы орыннан шықты. Қазақ
газ аймақтан. Ассалаумағалейкум дейді. Уалейкум ассалам Дүйсенов. Жақсы соққы Бекнұр Қойшыбаев. Доп бұрыштамаға кеткен екен. Ютубтан әзірге трансляция болмай жатыр. Каналдың дауыс жасамай жатыр. Және бірге бір шабуыл. Интергаз есеп ашып, есеп теңестіріп кетті. Мына жақта Дүйсенов және Сухан Төремұрат жеке сөйлесіп жатыр екен. Әңгімелеріне араласпай қойық, біздер футболға ораламыз. Құрмет көрермендер, анайы дөрекі сөздер жазбаймыз. Әйтпесе банға жібереді, эфир тоқтап қалу мүмкін. Сондықтан матч қарағыларыңыз келсе, дөрекі сөздерді іштеріңізден айтып жайлап сөйлесе берсеңіздер болады. Ален Аманбек және 9 нөмірдегі Интергаз ойыншысы Қартбай Темірлан бірге бір ұрынтал сәтті пайдаланылмай қалды. Қақпашының ішіне доп тиіп кетті. Жойқын соққы тебілгеннен кейін сәл ауырсынып жатыр. Дәрігерлер алаңға кірді. Әзірше есеп 1-1. Мынадай уақыт тоқтай ма? Тоқтайды. Бұрыштама қауіпті, алайда голға айналмады әзірше. Ален Аманбек қайтадан бұрыштама жасады және Жиенбаев Елжан соққысы жойқын. Қауіпті шабуылдар. Ана жақта Абылайхан құлап жатыр. Және керемет мүмкіндік, Абылайхан дубль авторатануға қалды. Камил Епифанов, Самғат, сен салмасаң саған салады. Ойын тәртібі бұзылды бұл жерде. Сабет Әділет Ален Аманбектің аяғынан теуіп кеткен сияқты. Қалай қыламыз? Келісесіңдер ме екеуің? Әлде басқадан жібересің бе? Қожаның келсе енді ал. Дастан Мырзин доппен қақпашыға ойнады. Қақпашыға 2 рет қатарынан пас беруге болмайды.
Камиль. Және соққы болу керек. Самғат Аманжоловтың жойқын соққысы. Ален Аманбек керемет топ тоқтатты. Ойын өте тартысты болып жатыр. Командалар алма кезек шабуылдауда. Самғат. Және Әділет Сабит сәл үлгермей қалды. Өте қауіпті шабуыл болған болатын. Есеп 2-1 болу қажет еді, егерде Әділет Сабит қақпаға бағыттай алғанда. Камиль мен Елжан Жиенбаев қос ірі денелі ойыншы таласып қалды. Титандар соғыстықысып қалды. Және ойын тәртібі бұзылған жоқ. Бұл пас сәл қаттырақта болып кетті. Анат Төлегенов топтан айылып қалды. Анат футболдан қарағанда волейболда жақсы көмек тиетін еді командаға. Ален Аманбек. Және Әділет Сабит 1-1 шабуыл. Осылайша матчтың бірінші таймы аяқталды. Есеп әзірге 1-1. 5 минуттық үзілістен кейін қайта қауышамыз. Матчтың екінші таймы басталды, есеп 1-1. Құрметті жанкүйерлер, GPC Интергаз арасында матчтың екінші таймы басталды, есеп 1-1. Алғаш болып GPC командасы матчтың есебін ашып кеткен болатын. Гол авторы Бекнұр Қойшыбаев. Және онан соң толассыз шабуылдардың нәтижесінде Интергаз командасы есепті теңестіріп кетті. Гол авторы Жолдасов Абылайхан. Матч өте тартысты болуда. Әрі қарай өтетін матчтардың барлығы да осылай тартысты болуы керек, себебі турнирдің
жартысынан асып кетті. Сондықтан командалар чемпиондыққа және үздік үштікке жүлдегер атануға барын салатын болады. Барлық матч тартысты болады деп күтілуде. Бізде Дастан Мырзин бұрыштама бастады. Қасында Самғат Аманжолов, команда капитаны. Қайтадан бұрыштама. Бұрыштама емес, ойын Интергазда екен. Қармысов Ерік. Ерік Қармысов. 3-1 шабуыл. Пас керек және түйіндеу керек. Бекнұр Қойшыбаев ұзақ ойланып қалды. 3-1 шабуылды голға айналдырмау деген ол үлкен бір, енді күнә деп айтпай қойық, қате десек дәл болар. Самғат Аманжолов Дастанға қайтадан берді. Дастан соққы жасауға болады бұл жерден. Елжан Жиынбаевқа төрешілер ойланбастан сарғағаз көрсетті. Дастан Мырзинді ережеден тыс әрекетпен тоқтатқан екен. Интергаз қақпасына қауіпті айып соққысы. Сабитов әділет алаңға кіріп кетті мына жақта. Дастан өз соққы жасады. Доп бұрыштамада. GBC-дің шабуылы үдей түсуде. Жолдас Абылайхан керемет пас. Ален Аманбек бұл пасқа жетпеді. Қармыс Ерік допты алмай қарбаласуда. Аут екен. Және Мерей Аманжолов керемет голдан айырылып қалды. Артында кел жүгіріп келе жатқан Ален Аманбекті көрген жоқ. Бірақ ондай сәттерді тәжірибелі футболшылар қарамаса да сезет. Бір ойыншы ашылып келе жатқан пас қалдырғанда гол болып қалар еді. Бекнұр Қойшыбаев. Самғат Аманжолов. Самғаттың аяғынан түйіп кеткен екен. Мерей Қойшыбаев. Мерей Аманжолов, кешірім сұраймыз. Өзінің қатесін біліп тұр. Қол көтеріп кешірім сұрады.
Интергаз екінші фол жасап отыр. Және қауіпті айып соққысы. Нүктеде Самғат Аманжоловтың өзі. Асқар Абилов сәл жылдамырақ жебу керек еді. Қазір кейінге шегерілген фол белгіленетін болады GPC-ге. Елеу Нұрбергенді ұстап қалған үшін. Қақпашы орнында. Және бір ұштама. Фол. GPC-ге фол, GPC-ге. GPC фол, отложенный. Бұрыштама. Және доп қақпадан қосылатын болады. Әділет Сәбет сәл ғана бұра қойса болар еді. Сәл сәттілік жетіспей қалды. Ален Аманбек оны Камил Епифанов итеріп қуатқан екен. Екі ойыншының салмақтары бір-біріне тең келмейді әрине, сондықтан Камилге сәл байқау керек. Басып кетпеу керек ойыншыларды. Ал Интергаз командасы айып соққысының алдында тайм-аут алуды жөн көрді. Жақсы бір комбинация ойластырып жатқан сияқты. Есеп 1-1 жолдас мырза. 1-1 екінші тайм. 10 минут, 12 минуттай уақыт қалды матчтың аяқталуына. Елжан Жиынбаев тұр нүктеде. Елжанның соққылары ауыр болу керек. Ар жағында Абылайхан жолдас. Өзі асырғысы келді, бұндай соққылар өте қоймайды бұл жерде. Тым алыс. Әділет Сәбет доптан айырылды. Абылайхан ұзақ жүріп қалуда, пас бермей. Матчтың аяқталуына 10 минут уақыт қалған екен. 10 минутта көретін боламыз, қай команда жеңіске жетіп кететін немесе тең аяқталар ма екен. Бұл спартакиадада тең есеппен аяқталған ойындар өте көп болды. Мысалға айтып кетер болсақ, ең алғашқы 2 матч екеуі де 3-3 есебімен аяқталды. Ақтөбе Су мен GPC және Ақтөбе ТЭЦ пен GPC арасындағы матчтар. Онан соң Қазақ Казаймақ Ақтөбе ТЭЦ пен 2-2 ойнады. Онан соң Кигок пен Интергаз 2-2 ойнады. Осылайша 4-1 матчта тең есеп тіркелген екен. Бүгінгі матчта тең аяқталса 5-ші матч болады. Сұрмергендер тізімін айтып кететін болсақ,
турнирдің үздік сұрмергендерінің көшін бастап тұрған энергосистема ойыншысы Жақсылықбаев Айдархан екен 6 голмен. Және екінші, үшінші орындарда 4 голмен Ақтөбе ТТС-тен Сергей Лисенков және GPC-ден Самғат Аманжолов тұр екен. Әзірше Айдархан жеке дара көш бастап тұр сұрмергендер тізімінде. Ален Аманбек, Абылайхан, Елжан добы қарсыластың басына тиді. Қақпаш қағып алды. 3-2 шабуыл. Жылдамдату керек. 3-3 болып қалды. Қарымта шабуылдарды тезірек жасау керек GPC командасына. Ұзақ ойлануда. Камиль Мерей Аманжоловтан тартып алды допты. Ален Аманбек шаршаған сияқты. Аманбек соңғы доптарға таласа қоймауда. Самғат Аманжолов пас жетпеуде жоғары жаққа. Фолдар саны бойынша есеп 3-2. GPC командасында 3 фол екен. Камиль және қауіпті шабуыл. Самғат допты дәл бақтай алмады. 2-1 шабуыл тездетуге болады. Неге ұзақ ойланады Мерей? Және сәл қалды. 8-ші нөмірдегі Мақсұтов Жаслан есепте алға шығарып беруге сәл қалды. 5 минуттай уақыт қалды матчтың аяқталуына. Төреші ойыншылармен жеке дара сөйлесіп ескерту беруде ауызша. Доп әлі де Интергазда. Абылайхан Жолдасов жарақат алып ойыннан шығып қалды. Самғат Аманжоловқа кедергі жасады. Бекнұр Қойшыбаев соққы жасап үлгерді. Бекнұр Қойшыбаев ауттан допты ойынға қосты. Камильдің жан дауысын естудеміз. Забей деген қасындағы сөзін айта алмаймыз енді. Қақпашының өзі шықты. Бұл өте қауіпті, доптан айырылмау керек. Әйтпесе бос қақпаға гол жіберіп алу қаупі бар. Сабетов Әділет. Асқар. Самғат. Асқар. Бекнұр Қойшыбаев. Керемет шабуыл. Қақпасы бетімен қайтарды. Бекнұр Қойшыбаев.
GPC ойыншылары var қарайық дейді. Алайда турнирдің ережесі бойынша var жоқ. Интергаз командасы тайм-аут алды. Ойын қыза түсуде. Тайм-аут алды ма не, Аслан? Интергаз командасы екінші таймда тайм-аут алған болатын. Бір таймда тек қана бір рет тайм-аут алады. Есеп 1-1 Батырхан. Бірінші таймда тек қана бір ғана тайм-аут алу мүмкіндігі бар. Және пас қате, сәл болмағанда өте қауіпті болар еді. Дастан Мырзин. Бекнұр. Самғат. Бекнұр. Дастан ғасырда тым биік. Аблайхан қайтадан Жасұланға қайтару керек. Елжанға пас қиыс. Ален Аманбек. Екі бірде ойыншыда өтіп кетті, және Дастанға сарғағаз көрсетіледі бұл жерде. Егерде екінші сарғағаз болса, қызыл қағаз болады. Бірінші сарғағаз сияқты. Төреші барлығын реттеп қойды. Және Ален Аманбек. Соққысы қорғаушыларға тиді. Қауіпті шабуыл 3-2. Самғат, неге пас бермедің? 3-2 шабуыл. Қате болды осы. Асқардың пасы қате. Осылайша матч аяқталды. Есеп 1-1. Тең есеппен аяқталды. Ал алаңда келесі матч Энергосистема және Кегок.